Армысыздар, Жанашыр ұстаз YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен информатика сабағынан ақиқат кестесін құру тақырыбын өтетін боламыз. Ақиқат кестесі дегеніміз не? Ақиқат кестесі қарапайым пікірлерден құралған, күрделі пікірлердің барлық қабылдайтын мүмкін болған мәндерін көрсететін кесте. Ақиқат кестесінде екі айнымалысы бар формулаларының қабылдайтын мүмкін мәндер жұбы төртеу. Ол бізде 0, 0, яғни ақиқат 0 және 1, 1 және 0 және 1 де 1 жалған жұптары болып табылады. Шығу тарихы, яғни ақиқат кестесі логика ғылымының дамуымен бірге пайда болды. Оның негізі ежелгі грек ойшылы Аристотельдің логикалық пайымдауларынан бастау алады. Аристотель пікірлердің ақиқат немесе жалған болуын зерттеп формальды логиканың негізін қалады. 19 ғасырда логика ғылымы жаңа деңгейге көтерілді. Ағылшын математигі Джордж Буль логикалық амалдарды алгебралық түрде сипаттап, Буль алгебрасын ұсынды. Бұл жаңалық логикалық өрнектерді сандар арқылы көрсетуге мүмкіндік берді. Кейінірек 1 және 0 мәндері ақиқат пен жалғанды белгілеу үшін қолданыла бастады. 20 ғасырдың басында америкалық философ әрі логик Чарльз Сандерс Пирс логикалық өрнектерді кесте түрінде көрсету идеясын дамытты. Ол логикалық амалдардың барлық мүмкін жағдайларын жүйелеу үшін ақиқат кестесін қолдануды ұсынды. Логикалық амалдарды орындаудағы басымдықтар: жақша іші, инверсия, конъюнкция және дедукция амалдары қолданылады. Логикалық өрнектерді есептеу кезінде амалдар белгілі бір ретпен орындалады. Алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады, одан кейін инверсия емес, кейін конъюнкция және ең соңында дедукция немесе орындалады. Осы басымдықтарды сақтау логикалық өрнектің дұрыс нәтижесін табуға мүмкіндік береді. Логикалық амалдарды дұрыс орындау ақиқат кестесін құрудың негізгі шарты болып табылады. Бұл жерде ақиқат кестесі берілген және қысқартылған нұсқа түрінде көрсетіліп отыр. Ақиқат кестесін құру бірнеше қадамнан тұрады. Алдымен логикалық өрнекті айнымалылар санын анықтайды. Айнымалылары санына байланысты кестедегі жол саны есептеледі. Жол саны 2n формуласы, яғни 2-нің n дәрежесі формуласы бойынша табылады. Мұндағы n айнымалылар саны болып отыр. Кейін барлық мүмкін мәндер комбинациясы жазылады. Соңында логикалық амалдар ретімен орындалып, нәтиже бағаны толтырылады. Мысалы, A немесе B өрнегі үшін екі айнымалысы бар. Сондықтан кестеде 4 жол болады. Бұл жерде көрсетілген 4 жол 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 және 1, 1, 1 жолдары. Қалған жағдайлардың мәрінде нәтиже 0 болады. Ақиқат кестесін құру кезеңдері. Бірінші, ол логикалық өрнектегі айнымалылар санын анықтау. Екінші, кестедегі жол санын есептеу, яғни 2-нің n дәрежесі ретінде. Айнымалылардың үшінші, бізде айнымалылардың барлық мүмкін мәндерін жазу. Төртінші, логикалық амалдарды басымдық ретімен анықтау. Бесінші, аралық амалдар үшін қосымша бағандар құру. Алтыншы, әр жол бойынша логикалық амалдарды орындау. Жетінші, соңғы бағанға логикалық өрнектің нәтижесін жазу. Бұл жерде барлық мүмкін мәндерді жазуға болады. Өрнектегі логикалық амалдарды біртіндеп есептеу, алынған мәндер бойынша қорытынды нәтижесін анықтауға болады және де әр айнымалы үшін ақиқат пен жалғаны барлық комбинациясын құрастыруға болады. Қорыта келгенде, ақиқат кестесі логикалық өрнектің барлық мүмкін мәндерін көрнекі түрде көрсететін құрал, яғни кесте түрінде ақиқат жалған пікірлерді көрсете алады. Өрнектің қай жағдайында шын true, яғни қай жағдайда жалған false болатынын білеміз. Логикалық заңдылықтарды анықтаймыз. Қарапайым сөзбен өрнекті мінез құлқын толық түсінуге мүмкіндік береді. Ақиқат кестесі логиканы түсінудің және логикалық шешімдер қабылдаудың негізгі әдісі. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.